Алла Тағаланың құдіреті, адам кейде дұға жасаған кезде де ойлайды, өзім жасап жатырмын деп. Қараңыздар, салиқалы дұғаны Алла Тағала салып жібереді екен көкейіңізге. Сіз соны қайталап кетесіз. Фаталаққа адаму мин раббихи калимат. Қараңыздар, түйсігіне қабылдады дейді адам, Раббысынан сөздерді. Сол жерде айтатын. Қараңыздар. Фатаба алейхи. Алла Тағала өзіне бойсынуға қайтарды дейді оны қайтадан. Сонда ана дұға сөйленіп жатқан кезде біздегі қалатын амал, мына жүрек қатысып жатыр ма сол дұғаға? Шында уайымдап тұрсың ба сен? Мәселе осыда да. Омар радиаллаху анху айтқандай, мен ешқашан Алла Тағаладан дұға тілеген кезде дейді, ешқашан уайымдамаймын дейді оның жауабына байланысты. Алла дұған тілегімді салғанда жауабымен қоса береді дейді. Мен уайымдайтын нәрсе, мен уайымдап тұрмын ба дейді сол сұрап атқан нәрсемді. Қараңыздар қандай мәселе. Соқтан екеуі сол жерде Алла Тағаланың жаңағы салуымен қала айтты дейді. Роббана, Раббымыз, золамна анфусана, біз өзімізге әділетсіздік жасадық. Сенің әміріңді орындамай. Ва иллам тахфир лана, егер сен енді бізді кешірмесең қазір, ва тархамна, рахымыңа бөлемесең, ланакунанна минал хасирин, онда біз мәңгі бақи зиянға ұшырағандардармыз, бітті біз. Бар болдық жана, енді жоқпыз біз, бітті. Қараңыздар. Сөйтіп Алла Тағала тәубесін қабыл етті. Қараңыздар. Қолах биту бағдукум ли бағдин аду. Түсіңдер жерге, жаңағы жаратылған жерге. Қараңыздар. Адамның қателігі түгел нәрсесі Алла Тағаланың білімі қамтылған. Түсіндіңіз ғой? Жерге түсіңдер. Жерге түскенде жай түспейсіңдер. Бағдукум ли бағдин аду. Бір-бірлеріңе қияметке дейін дұшпан болып түсесіңдер дейді. Мынау осы саған істеген нәрсесін бүкіл ұрпағыңа істеп өтеді. Мынау да және бұның ұрпағы. Қараңыздар қандай мәселе. Валакум фил арды мустақаррун. Сендер үшін жерде белгілі бір уақытқа дейін тұрақ бар. Ва матаун иля хин. Сондай-ақ пайдалану бар. Яғни тіршілік жасау. Қараңыздар қандай мәселе. Міне осы нәрсені Алла Тағала жерге түсірді Адам алейхиссаламды. Жәннаттан жерге түсті. Жерге не үшін түсірді дегенде Алла Тағала жерден қайтадан жәннатқа кіру үшін түсірді. Мына дүние үшін жаралмаған. Бұл дүние ақырет үшін жаралған. Бұл қателігімізді жуып, тәубамызға келіп, Раббымыздың алдында құлшылығымызды атқарып, жаңағы ағаштың мағынасындағы неше түрлі Алла Тағаланың харам еткен үкімдерінің бәрінен тыйылып, дұрыс екенімізді көрсетіп, қателескен кездерімізде кешірім сұрап, Раббымызға дұрыс қайту үшін орналастырылып қойған жер бұл. Өйткені Аллах Тағала өзі айтады. Қараңыздар, мынандай нәрсе қараңыздар, жерге түсіргеннен кейін, я бәни адам, ей адам балалары, имма я'тияннакум русулум минкум. Сендердің әр заманда өздеріңнен елшілер жіберілетін болады. Қараңыздар, адасып кеткен кездеріңде, жолдан тайып кеткен кезде мүлде. Сол елшілер келген кезде яқуссуна алейкум аяти. Сендерге менің аяттарымды оқиды. Сол оқып жатқан кезде, қараңыздар, дереу фаманиттақо, кім бірден тақуалыққа жүгінсе дейді. Көрдіңіз бе? Абайласа, болды, мен түсіндім бәрін. Түсіндім, қайттым Раббыма десе, ва аслаха, және дүзесе өзінің ендігі өмірін, бұрынғы өмірімен салыстырғанда. Түсінсіз бе? Дүзесе. Қараңыздар қандай уәдені айтып отыр. Фала хауфун алейхим. Ешқандай қауіп жоқ ол адамдарға дейді. Жәннатқа кірмей қойыңыз. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Вала хум яхзанун. Қайғырмайды да ертең олар. Адамдар қайғырып атқан кезде. Қараңыздар. Міне Құран қандай мәселе да. Сол Адам алейхиссаламды Аллах Тағала жаратқан кезінде жәннатта. Валамма халақаллаху адама. Қандай мәселе. Аяттарын айтып кетейік. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва из ахаза раббука мин бани адама мин зухурихим зурриятахум. Сол кезде Аллах Тағала Адам алейхиссаламның арқасынан бүкіл ұрпағын сыртқа шығарды дейді. Құдіретін қараңыздар. Қияметке дейін өмір сүретін ұрпағына дейін алып шықты дейді. Қараңыздар.
Ва ашхадахум ала анфусихим. Сосын өздеріне қарсы куә қылды дейді. Ертең қиямет күні өздерінен басқа ешкімді кінәламаулары үшін. Сөйтіп сол куәні алып тұрып, мынандай сұрақ қояды. Аласту би роббикум. Сұрақ қойылған кезде, Раббыларың мен емес пе деген мағынада қойылады. Қараңыздар. Қолу бәлә, о не дегенің Раббым? Сенсің. Көрсіз бе қандай мәселе? Шахидна, куәміз біз. Білесіңдер ме не үшін алдым мен бұл куәлікті сендерден дейді. Біз сол кезде серт беріп қойғанбыз. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Сол кезде серт беріп қойғанбыз біз бәріміз. Қараңыздар. Сонда бұл сертті алудағы мақсатты да баяндайды. Антақулу яумал қияма. Қараңыздар. Қиямет күні туралы да хабар айтылып тұр сол жерде. Қиямет күні былай деп айтып жүрмеулерің үшін дейді. Не деп? Инна кунна ан хаза ғафилин. Расында біз бұдан бейхабар едік. Қараңыздар. Бұл бірінші сылтауларың. Алдын ала айтып қойған дейді. Не сөйлейтіндерін қияметті мен көріп тұрмын дейді Алла Тағала. Не айтатындарың белгілі дейді. Екінші сылтауларың. Ау тақулу. Немесе былай деп айтып жүрмеңдер дейді. Иннама ашрака абауна. Аталарымыз ғой мүшрік болған. Қараңыздар. Мен қоблу. Біз дүниеге келмей тұрғанда мүшрік болған. Сөйтіп біз дүниеге келдік. Ва кунна зурриятан мин бa'дихим. Біз олардан кейінгі ұрпақ едік. Бізде амал қандай? Қараңыздар. Афа тухликуна бима фа'алал мубтилун. Анау сенің хақыңды жойып жіберген аталарымыз себепті бізді құртпақшысың ба? Деп айтып жүрмеулерің үшін істедім дейді. Казалика нуфассилул аят. Бұл аяттарды айтып атқан кезде, ей пайғамбар, біз аяттарды осылай егжей-тегжейлі баяндаймыз. Ва лааллахум яржиун. Мүмкін Раббыларына қарай қайтар дейді. Қойдық деп, мойындадық деп та. Міне сол жаңағы бүкіл адамзатты ұрпақтарын белінен шығарған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Валамма халақаллаху адама." Адамды Алла Тағала жаратқаннан кейін, қараңыздар. Масаха зохраху фасақата мин зохрихи. Куллу насматин мин зурриятихи хуа халиқун иля яумил қияма. Адам алейхиссаламның белінен бүкіл ұрпағын алып шықты дейді. Қияметке дейін кейін жердің бетінде жарататын. Түгел алып шыққан бүкіл ұрпақты да. Жаңағы байна айнай күлли инсанин. Алып шыққан кезінде әр қайсының екі көзінің арасына вабиса нурин дейді. Жарқыл қойып қойды дейді нұрдан. Жарқырап тұрған. Сумма арадахум ала адам. Сосын адамға көрсетті дейді ұрпақтарын. Адам алейхиссалам: "Мен хаула, я Робби, Раббым, бұл кімдер?" Қала хаулай зурриятук. Ей адам, бұл сенің ұрпақтарың дейді. Қараңыз, Алла Тағала құдіреті. Фара'a раджулан минхум фа'ажабаху васибаху фима байна айнихи. Сөйтіп жаңа Адам алейхиссалам солардың іштерінен бір ер адамды көріп қалды дейді. Қараңыздар. Оның жарқылы, маңдайындағы, екі көзінің алдындағы жарқылы оны таңғалдырды дейді адамды. Маңызды хабар нәжде, тыңдап отырайық. Сонда жаңағы Адам алейхиссалам сұрайды Раббысынан: "Я Робби, мен хаза, мынау кім?" Сонда Аллах Тағала айтады: "Қала хаза раджулун мин ахирил умами мин зурриятик." Жердің бетіндегі сенің жаңағы ұрпағыңнан ең соңғы үмбеттерде өмір сүретін бір адам дейді. Юқалу лаху Дауд. Оның есімі Дауд болады дейді ертең жерге келген кезінде. Сонда Адам алейхиссалам жүрде тағы бір сыналған екен. Адам алейхиссалам айтады: "Я Робби, кам жаалта умраху." Қанша ғұмыр бердің бұған Раббым? Қала 60 сана, 60 жыл өмір сүреді. Қараңыздар. Сол жерде Адам алейхиссалам айтады: "Қала қад уахабту мин умри 40 санатан." Өз ғұмырымнан 40 жылды сыйладым дейді бұған. Айттым болды. Фаламман қада, қараңыздар, умру Адама ва жааху малакул маути. Сөйтіп ғұмыры аяқталған кезде, өлім періштесі келген кезде, қараңыздар. Өлім періштесіне былай деген адам:
Авалам япху мин умри 40 сана. Менің ғұмырымның әлі 40 жылы бар ғой деген. Бұл біздің табиғат. Көрдіңіз бе? Сонда өлім періштесі айтқан оған. Авалам туътиха ибнака Дауд. Ұлың Даудқа бере салған емес пе едің? Фа жахада адаму дейді. Адам сол жерде айтысты дейді. Ва жахадат зуррияту. Күнә сөйлемге қараңыздар. Ұрпағы да жердің бетінде айтысып жүр дейді. Пайғамбар келген сайын, ақиқат келген сайын айтыса береді. Көрдіңіз бе? Ва насия адам. Адам ұмытты дейді сол кездегі уәдесін. 40 жылды беремін дейді. Ва насият зурриятуху. Ұрпағы да ұмытып кетті дейді. Жаңағы мисақ, жаңағы серт алған, Алла тағаланың алдында серт бергеніміз түгел ұмытып кеттік біз. Жоқ, өшіп қалған чипта. Қараңыз қандай мәселе. Ва хотия адам. Адам қателесті. Ва хотият зурриятуху. Ұрпағы да қателесті дейді. Қараңыз қандай мәселе. Бәрімізге бірдей табиғатта. Біз де ұмытып кеттік бұны. Жаңағы сертімізді Раббымызға берген. Бізді Құран арқылы еске түсірмесек, оны енді ешкім еске түсірмейді бізге. Буындар өтіп жоқ болып кеткенді. Құран арқылы қайтадан еске түсіреді. Иманмен еске түсіресің енді. Иманмен сенесің сол нәрсеге. Соқтан Алла тағала айтады: "Я юхаллазина аману", ей иман келтіргендер, "Узкуру ниъматаллахи алейкум". Естеріңе алыңдар Алла тағаланың сендерге берген нығметін, яғни исламды. Бұған жететін жол жоқ. Қараңыздар. "Ва мисақаху аллази васақакум бихи". Маида сүресінде осыны түсіндіреді Алла тағала. Сондай-ақ әлгі серттеріңді де еске алыңдар. Сендермен серттескен Алла тағаланың. Қандай? "Исқултум сами'на ва атоғна". Естідік те бойсындық дегенбіз біз. Қазір естімегендей болып жүр қаншама жердің бетінде адамда. "Валакинна аксаран наси ла я'ламун" деп айтады Алла. Адамдардың басым көпшілігі білмейді дейді.